Қайырлы күн достар, сіздермен мен Айгерім. Бір жасағаннан идеальный болып шығатын жұмсақ пицца жасайтын боламыз. Бұл пиццаны жасап көрсеңіз, пиццериядан пицца сатып алмайтын боласыз. Өте дәмді, ерекше пиццалардың бірі болады. Ал ендеше менімен бірге кеттік, жасап көрейік. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды. Содан кейін ашытқымызды саламыз, творожымызды. Жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Он минутқа бетін жауып қойып қойғаннан кейін, 10 минуттан кейін үстінен ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жұмсақтау қамыр илейміз. Үстінен сұйық майымызды құйып жібереміз. Осылай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленді. Толық рецепті мен описаниеде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Осылай жақсылап илеп аламыз қолымызбен. Одан кейін 30 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. 30 минуттан кейін осылай қамырымыз ашып дайын болады. Ашып дайын болған қамырымызды алып екі бөлікке бөлетін боламыз. Менде бұл рецептпенен 2 пицца шығатын болады. Табамызды майлап, бөлінген пиццамызды бір бөлігін алып, жақсылап табамызға жайып шығатын боламыз. Жұқартып жайып аламыз. Осылай жұқартып жайып алғаннан кейін үстінен майонезіміз бен кепчугімізді салатын боламыз. Қасықтың көмегімен жағып аламыз майонез кепчугімізді. Жақсылап жағып алғаннан кейін үстіңгі бөлігіне үкіштен өткізілген сырымызды салып шығатын боламыз. Сырымызды осылай үкіштен өткіземіз. Арнайы пиццаның сыры мендегі моцарелла сыры. Жайғастырып болғаннан кейін үстіңгі бөлігіне колбасамызды осылай майда бөліктерге бөліп, турап, жайғастырып шығатын боламыз. Колбасамызды жайғастырып алдық. Одан кейін үстінен помидорларымызды қойып шығамыз, дөңгелектеп турап. Үстіңгі бөлігіне майонезімізді, одан кейін барып кепчугімізді осылай жұқары етіп сүйіп шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басы отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Пиццамыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Дәмі де сөз жоқ, керемет пиццалардың бір түрі. Пиццада ең маңызды рөл атқаратын ол сырында. Менімен бірге болғандарыңыз үшін